Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге сифонды клизма жасау манипуляциясын назарларыңызға ұсынатын боламын. Сифонды клизма бұл ішекті тереңірек тазартуға арналған арнайы процедура. Негізгі мақсаты сифонды клизманың тоқ ішектің төменгі бөлігінің газдардан және жиналған нәжістерді тазарту. Ал көрсеткіштері операция алдында, іш қатуларда және де эндоскопиялық зерттеулердің алдында жасалынады. Ал кері көрсеткіштері операциядан кейінгі асқынулар жағдай болған жағдайда және де ішектің, топтық ішектің іріңді қабынулары мен ауыр геморрой болғанда және де жедел перитонит, жедел аппендициттің ауыр қабынуларында бұл процедура жасалмайды. Айта кететін жайт, іштің, тік ішектің, ішек жолдарының, асқазанның, асқорыту жолдарының қан кетулерге бұл процедураны жасауға нұсқаулық берілмейді. Сәлеметсіз бе? Мен сіздің кезекті дәрігеріңіз боламын. Сізге ота алдында арнайы тазалау клизмасын жүргізуім қажет. Келісіміңізді бересіз бе? Арнайы процедураны жасамас бұрын пациенттен келісім рұқсатын аламыз. Келесім мұқият қолыңызды 151-ші бұйрыққа сәйкес санитарлық гигиеналық талапты сақтай отырып қолыңызды жуып алыңыз. Процедураны бастамас бұрын керекті құрал-жабдықтармен танысып болайық. Алдымен бізге керекті эсмах кружкасы және түтікшелі бар резеңкелі зонт қажет болады. Одан кейін латексті қолғаптар, 10-15 литрлік 1% арнайы дайындалған гипертониялық ерітіндісі және тазалауға арналған фурацилин ерітіндісі, дәкелер, стерилді вазелин және хирургиялық арнайы халат, астына төсеуішке арналған клеенка және жүргектер қажет болады. Астын сұйықтықты құятын ыдыс та бізге қажет. Хирургиялық халатпенен латексті қолғаптарымызды киіп дайындалып аламыз. Сифонды клизма манипуляциясына кіріспес бұрын анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктерді сақтай отырып, науқасты сол қырымен жатқызып, аяғын тізе деңгейіне бүгулі қалып береміз. Өтінем, шалқаңыздан қазір жатыңыз. Шалқаңыздан жатыңыз. Сол жақ қырыңызға қарай жатыңыз. Тізеңізді бүгулі қалып келтіріңіз. Дәл осындай пациентке бүгулі қалыпты келтіреміз. Содан кейін барып сифонды клизма процедурасын бастаймыз. Ол үшін астына жүргектерді, шлапшынды қойып аламыз. Жуып шайылатын су шлапшынға қарай жамбас деңгейіне клеенканы астына төсейміз бірінші. Одан кейін барып үстіне арнайы жүргектерді төсеп, пациентке ескерте отырып айтатын боламыз. Астына шлапшынды қойғаннан кейін эсмах кружкасына назар аударамыз. Түтікшелі зонттың қысқышын бекітеміз міндетті түрде. Одан кейін барып ішін ашып, жаңағы 1%-тік 10-15 литр гипертонияның ерітіндімізді 0,5 литр құямыз. Бұл бастапқы кезінде эсмах кружкасын іліп, зонттың аймағын пациенттің жанына қоямыз. Келесі. Арнайы анатомиялық пинцетті ала отырып, дәкелерді жаңаға ерітілген фурацилин ерітіндісімен батырып, малынып, тік ішектік аймақты, жамбас деңгейін міндетті түрде зонт кіргізетін аймақты тазалап аламыз. Тазалап жатқан кезде тік ішектік аймаққа назар аударатын боламыз. Іріңді қабынулар болмау керек, жаралар және ауыр геморройлар, айтылған асқынулар міндетті түрде болмау қажет. Әр процедураны бастап жатқан кезде біз пациентке ескертеміз. Келесі. Залалсыздандырған вазелин ерітіндісін 30-40 сантиметрлік вазелин ерітіндісін түтікшесіне аймағына жағып дайындап аламыз. Бірінші, екінші сұқ саусақтарымызбен түтікшенің басшан зонтын алып, пациентке ескерте отырып, мен сізге қазір зонтты енгізейін деп жатырмын. Ішпен терең дем алып, терең дем шығаруыңызды сұраймын. Және қатты қысып қалмауыңызды сұраймын деп пациентке ескертеміз. Және бірінші, екінші сұқ саусақтарымызбен жамбас деңгейін ашамыз. Айналмалы түрде зонтты кіргіземіз. 3-4 см кіндікке бағыттаймыз да 7-8 см омыртқа жотасына қарай кіргіземіз. Кіргізіп
болғаннан кейін пациентке терең дем алып, терең дем шығарыңыз деймін және қысқышты ашып, эсмак кружкасын жаймендеп төмен түсіріп және 1 метрлік деңгейде жоғары көтеріп ілеміз. Бүйтіп қысқышты жібереміз. Пациентке айтамыз, егер де ауырсыну жағдай болған жағдайда бізге міндетті түрде ескертуіңізді сұраймыз дейміз. Дәл осы процедураны бір емес бірнеше рет жасаймыз. 10-15 литрлік су аяқталғанша. Әрбір құятын сұйықтығымызды гипертониялық ерітіндіні құймас бұрын қысқыштың аузын міндетті түрде жабамыз. Жанбас деңгейде төмен түсіріп, гипертониялық ерітінді құйып, қайтадан 1 метрлік деңгейде жоғары көтереміз, қысқышты ашамыз. Сұйықтық кетіп жатқанын пациент өзі сезінеді, ауырсыну болған жағдайда қайтадан бізге айтады. Егер де міндетті түрде ауырсыну болса, айтып отырмыз. Келесі, арнайылған дәкені процедура аяқталғаннан кейін гипертониялық ерітіндіні арналған қысқышты жауып, зондты айналмалы түрде дәкені орай отырып, бірінші, екінші сұқ саусақтарымызбен ашып, айналмалы түрде алып аламыз. Дәкен бас жағын алып, дезинфекциялық ерітіндіге тастаймыз. Зондты алып болғаннан кейін тік ішектік аймақты жаңағы айтқан фурацилин ерітіндісімен мұқият тазалап аламыз. Науқасты көлденең жатуын сұраймыз. Жаңағыдай 5-10 минут жатып тұруын сұраймыз және де сұйықтық шығатын уақытқа жақындаған кезде пациентті жібереміз. Пациент сұйықтықты шығарып келгеннен кейін іштің жеңілдену сезімін сезінетін болады. Осымен біздің процедурамыз аяқталды. Арналған қолғаптарды, латекс қолғапты және хирургиялық формамызды дезинфекциялық ерітіндіге тастаймыз.